Ассалаумағалейкум, ардақты алаш жұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым, сондай-ақ Қазақ Арманы партиясының қолдаушылары. Жалпы мен орынсыз сөйлегенді ұната бермейтін адаммын. Бірақ кейде бір мәселелер, кейде бір ақпараттар отырған жерден сенің назарыңды аударады да тіліңді қышытып жібереді. Сосын ой туып қалады, сол ойды айтқың келеді. Сондай оқиғаның, сондай ой туғызған бір мәселе болды бүгін. Міне, Құдайға шүкір, кезектен бұрын сайлау өткелі жатыр, президент сайлауы. 5-6 үміткер жаңағы іріктеліп өтіп, бәйгеге қосылып жатыр. Соның ішінде қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та бар. Маған айттым, ол кісінің сайлау алды бағдарламасын мен танысып шықтым деп, бірақ көші-қон туралы, демография туралы сөз айтылмапты. Сол бағдарламамен бірге Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сайлау штабы өз жұмысын бастап кетті, үгіт-насихат жұмысын. Түрлі форматта жаңағы штабтың мүшелері халықпен кездесіп жатыр. Сосын мынау үгіт-насихат парақшаларын таратып жатыр. Сондай парақшаның бір мұншасы менің де қолыма келіп түсті. Сонда 2019 жылы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президент болғаннан бері өзінің істеген істерін қысқаша ғып, бір-бір ауыз сөзбен, бір-бір сөйлеммен әдемі безендірілген парақшаларға жазып, сіздерге таратып жатыр. Өте керемет бір үгіт-насихаттың жол деп есептеймін. Сондай парақшаның бірінде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мынандай еңбегі жазылыпты. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы осы ел тізгінін қолына алғаннан бері, әсіресе мынау қаңтар оқиғасынан бері шетелге заңсыз шығарылып кеткен капиталдарды, қазақша айтқанда ақшаларды елге қайтарып әкелу туралы жарлық шығарды, комиссия құрды. Соның нәтижесінде дәл қазірге дейін 523 миллиард теңге қайтарылыпты. Яғни шетелге шығып кеткен, заңсыз шығарылып кеткен 523 миллиард теңге Қазақстан Республикасына қайтып келіп, үкіметтің жаңағы қоржынына құйылыпты. Сұмдық ақша. Бұл бер жағында ақша деп отыр. Одан да көп екенін білесіздер, айтып жатыр. Оның санына енді менің әлгі анау жанша дедегі Алдар Аспанның артисінің аты кім еді? Жаңағы Тука деп жүреміз ғой. Сол жігіт айтпақшы, миллиардтарға менің тілім келмейді екен демекші, ол ақшаның көптігіне менің де тілім келмейді екен, шынын айтайын. Бірақ 523 миллиард теңгенің қайтып келіп Қазақстанның қоржынына құйылғанына мен шынымды айтсам қуанып отырмын. Аз ақша емес, аз еңбекті емес. Аз еңбекті емес. Қазақ айтады ғой, қайтқан малда қайыр бар деп. Мен сол қайтып келген ақшаның қайыры болсын деп тілеймін. Осы үшін де мен Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа дауыс беремін, өз басым, осы еңбек үшінде. Енді қарап отырып, маған мынандай бір күдік келді. Осы ақшаның кем дегенде 3-тен 1, бұл ақша бір адамның ақшасы емес қой, біраз адамдардың ақшасы. Ол ақша жайдан жай келе қалған жоқ, ол адал еңбегімен тапқан жоқ. Адал еңбегімен тапқан жоқ. Ол сөзсіз жемқорлықпен тапты. Оның басым бөлігін осы үкіметтің қоржынынан ұрлап, жоғары жақта отырған жаңағы 162 адам бар ғой, өткенде президент айтқан. Солар болуы мүмкін, басқалар да болуы мүмкін. Солар осы үкіметтің халыққа деп бөлінген ақшасынан ұрлап тапқан ақшалар, оның басым көп бөлігі. Дау жоқ солай. Енді қарап отырыңыз, соның кем дегенде 3-тен 1 бөлігі осы шеттен келетін көші-қон саясатына бөлінген ақша деп ойлаймын. Содан жеден, содан қымқырған. Сіз ойлаңыз, тәуелсіздіктің таңы атқан бірінші күннен бастап шетелдегі қазақтарды көшіріп алу саясатын тұңғыш президент Назарбаев жолға қойды. Білесіздер ме? Алғашқы келген қандастарымызға үй беріп жатты, әр жан басына квота беріп жатты.
тіпті әр жылы ең соңғы шегі 20 мың отбасыға квота бөлді. Сомдық ақшалар бөліп жатты. Түсінесіз ба? Сол ақшалардың біраз бөлігі сол көші-қонның айналасында жүргендердің, немесе анау ар жағында отырған адамдардың қалтасына кеткеніне ешқандай күдік күмәніңіз болмасын. Бұл бір. Екінші, қазір зейнеткер ғой енді, Бердібек Сапарбаев деген атақты шенеунік бар. Іскер, елбасының ең сенімді серіктерінің бірі болды. Осы жақында ғана ол кісі пенсияға шықты. Сол кісі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі болып тұрған кезде Нұрлы көш деген бағдарламаны жолға қойды. Нұрлы көш деген бағдарлама жасап, сол Қазақстанның біраз жерлерінен ауылдар салды. Шығыс Қазақстанда Өскеменнің түбінде Нұрлы көш деген ауыл бар. Көкшетауда түбінде, Көкшетау қаласының түбінде бар. Қайсы тағы да біраз енді мен қазір аты есіме түспей жатыр. Біраз қалалардың шетінде Нұрлы көш деген ауыл бар. Оған да сомдық ақша бөлінген. Бірақ білесіздер, ақпарат құралдарында жазды. Есеп комитетінің төрағасы болып тұрған сол кездегі Омархан Өксікбаев деген кісі кейін тексерді, дау шыққаннан кейін. Үйлердің бәрі сапасы болып, әлі жекешеленбеген күйінде қалды сол. Елдер отырып жатыр ремонттап енді. Сол Нұрлы көштің үйлері. От соның да ақшасы желініп қойған. Бөлінген ақша өз мақсатына жұмсалмай қалталарға кеткен. Демек, жаңағы шетелге шығып кеткен 523 миллиард теңгенің кемінде 3-тен бірі осы қандастардың квотасымен жаңағы Нұрлы көш бағдарламасына бөлінген ақша деп мен есептеймін. Құдайға шүкір қайтып келген екен. Сондықтан мен президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаевты қолдай отырып, осы мынандай ұсыныс беретін едім. Сол ақшаның 3-тен бірін жаңа Қазақстанның жаңа көші-қон саясатына жұмсалу керек, соған бөлуіміз керек. Біз қазір солтүстік облыстарға жаңағы қоныстандырамыз, өкімет айқындаған өңірлерге ішкі көші-қонмен барғандарды, сырттан көшіп келген ағайындарды деп тұжырымдама жасап жатыр ғой. Сол тұжырымдамада кеше айттым ғой. Мысалы, үй алмақшы болса, жартысын өкімет береді екен, жартысын жаңағы банктен алып береді екен деп, сол қандастарымызды енді банктер тағы да айландырып, жаңағы Құлыбаевтар ғой олар. Сол Қоқа кеңірдегінен қарызға буымақша. Бұл су көшпейтін жоба, мен кеше айттым. Сондықтан ол банкке жоламайды біздің қандастарымыз. Мен соған сенімдімін. Сондықтан жаңағы шетелден қайтарылып әкелген 523 миллиард теңгенің 3-тен бірін осы жаңа Қазақстанның жаңа көші-қон саясатына жұмсайтын болсақ, біз солтүстікті түгелімен керемет заманауи ауылдар жасап, қандастарымызды соған мен барам дейтін жаңағы бағдарлама жасауға болады. Сондай шарт жағдай жаратып беруге болады. Мен соған сенімдімін. Егер жемқорлықтан сақтап, адал басқарып, жаңағы бақылауды күшейтіп, ақшаны тақылдап тұрса, қандастардың өзіне үй салдырып немесе жұмыс істететін болсақ, ол ақша ешқайда кетпей, өзінің көздеген мақсатына жұмсалатын болады. Маған осындай ой келді бүгін. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан құрметті ағайындар, егер біз Құдай бұйырып партия құрып жататын болсақ, құрамыз Құдай бұйырса сіздердің қолдауларыңызбен, ол партиямыз тіркеліп жататын болса, міне біз осындай үлкен жобаларды ұсынамыз өкіметке, осындай идеяларды ұсынамыз. Сөйтіп, біз шеттен келетін қандастарымызды солтүстікке аман есен қоныстандыруға барымызды салатын боламыз. Қалай қарайсыздар? Сосын міне президенттің сайлауалды бағдарламасында айтыпты, біздің ең басты мақсатымыз әділетті Қазақстан құру депті. Демек, мен айтқан осы жоба іске асатын болса, бұл нағыз әділеттілік болмақшы. Менің бүгінгі сізге тілім қышып айтайын деген сөзім осы. Ауыт Мұқибек, менің осы жазбамды бөлісіңіздер, таратыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Сосын жаңағы лайк басып пікір жазсаңыздар, бұның өзі таралымы ары қарай арта береді екен. Көрілім саны көбейе береді екен. Құрметті ағайындар, жақсы жатып жайлы тұрыңыздар, аман болыңыздар.